Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай өрілген манты жасайтын боламыз. Столдарыңыз әдемі болып көрінеді. Қонақ келгенде және жақындарыңызға ұсынсаңыздар болады. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен осылайынан асқабағымызды, картошкамызды және пиязымызды түрпіш тығып турап алып, үстінен фарш және де дәмдеуіштерді қосып, май қосып, барлығын біріктіргенше араластырамыз. Барлығын осылай біріктіріп аламыз. Одан кейін нанымызды, осылайынан қамырымызды кесіп, өстіп созып, және кішірек қып, домалақ қып кесеміз. Одан кейін осылайынан домалақ қып жаямыз. Жайғаннан кейін ішіне фарш салып, дәл видеодағындай өретін боламыз. Жан-жағын біріктіре отырып, мантымызды түйеміз. Видеодағындай өрсеңіздер болады. Мұны қайтадан қайталап жасайтын болам қазір. Осылайынан оқтаудың көмегімен жайып аламыз қамырымызды. Одан кейін барып мантымыздың жаңағы немесін фаршын салып, бір-біріне қоса отырып, мантымызды түйеміз. Басында дұрыс шықпауы мүмкін, ол қалыпты. Одан кейін қолдарыңыз үйреніп жақсы шығатын болады. Келесінде дәл солай осылайынан домалақ қып жайып аламыз. Одан кейін мантымыздың жаңағы фаршын салып, бір-біріне қосып біріктіре отырып түйеміз. Осылайынан қаттырақ бассаңыздар, ақырын баспаңыздар, қаттырақ басып түймесеңіздер, жаңағы ашылып кетуі мүмкін. Міне осылайынан әдемі болып өрілген болып шықты, барлығын түйіп шықтым. Одай мантаваркамызды салып, жаңағы мантымыздың үсті беті кеппес үшін май жағып, потом 45 минутқа пісіріп аламыз мантаваркада. Міне 45 минут пісіп шықты. Менде беті жаңағындай қатпай әдемі болып пісіп шықты. Дайындап көріңіздер. Ас болсын. Каналыма подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдын ала рахмет.